Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, мен сіздер үшін әрекет етіп тұрмын ең соңғы жаңалықтар білу үшін. Сол үшін арнаға тіркелеміз, видеоға лайк басып қоямыз. Алимханұлы мен Канело айқасы келесі жылы өтеді. Орта салмақта IBF және WBO чемпионы қазақстандық Жәнібек Алимханұлы алдағы жоспарларымен бөлісіп, келесі қарсыластарын есімдерін атады деп хабарлайды. 5 сәуірде 32 жастағы боксшы IBF рейтингінде 7-ші номерлі франциялық Анюэль Нигамессині нокаутқа түсіріп, титулдарын сәтті қорғады. Алайда Алимханұлы биыл тағы бір жекпе-жек өткізуді көздеп отыр. Жәнібек WBS чемпионы доминикалық Карлос Адамеспен титулдары біріктіргісі келетінін айтты. Биыл мен Карлосты құлатып, 3-ші белбеуімді аламын. Сондан кейін Лараны зейнетке шығарамын. Ал келесі жылда мамырында Канеломен жұдырықтасып, 2 салмақта да абсолют чемпион боламын деп жазыпты Алимханұлы X әлеуметтік желісінде. Карлос Адамес өзге қазақстандықпен айқасады. Айта кетейік, қазіргі таңда Адаместің белбеуі міндетті үміткер WBS рейтингінің көшбасшысы тағы бір қазақстандық Мерим Нұрсұлтановте болып тұр. Тараптарға келісімге келу үшін 6 мамырға дейін мерзім берілген болатын. Алайда бұл күнге дейін келісімшартқа қол қойылмағанымен промоутерлік саудада өткізілгені жоқ. Ұйым келіссөздердің де оң динамикасын атап өтіп, қосымша уақыт беруге шешім қабылдатты. Сарапшылардың айтуынша, тараптар саудасыз ақ келісімге келуі мүмкін, ал жекпе-жекті өзі жазда Promoting Box Champions шоуларымен бірге өтуі ықтимал. Эрсланды Лара, кубалық Эрсланды Лара, қазір орта салмақтағы ең егде чемпион. 42 жаста ол WBA белбеуі иеленіп отыр. Кейінгі рет ол 2024 жылы 14 қыркүйегінде америкалық Денги Гарсияны жеңген болатын. Саул Канело Алварестің жоспары. Мексикалық Саул Канело Алварес мамырының 4-інде қараған түні Сауди Арабиясының Әрият қаласында кубалық Уильямс Көлмен жұдырықтасты. 12 раундтан кейін төрешілер жеңісті Канелоға берді. Бұл арқылы ол қарсыласын IBF белбеуін тартып алып, екінші орта салмақта қайтадан абсолют чемпион атанды. Ал 12 қыркүйек Лас-Вегаста ақш Канело америкалық Трейс Кроуфордпен супер жекпе-жек өткізеді деп жоспарлап отыр. Еске салайық, Алварес Сауди Арабиясының ірі инвесторы Турк Әл-Шейхпен 4 жекпе-жек келісімшартқа қол қойған болатын. Оның келесі қарсыластары әзірге белгісіз. Алайда Алимханұлының ойынша, Жәнібек жақын арада сол қарсыластардың бірі болуы мүмкін. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.